Сонда авиациямен танысады, ұшаққа отырады, парашютпен секіреді. Сол кезде жүріп дайындалып жүргенде инструкторлармен сөйлескенде оларға айтылады ғой. Бізде қазақтарда ұшқыштар болды, Бигелдинов болды дегенде, Абдиров болды, Доспанова болды, тағылар болды. Авиацияда тек қана ұшқыштар емес, механиктер болды, вооруженецтер болды, дайындайтын, бомбалардың іліп, моторларын тексеріп дегендей. Олар да авиацияның әскерлері болған. Сонда олар танысады, сонда олар біледі. Бүгінгі таңда тарихшылар болсын, жалпы қоғам болсын, бұл кісілердің ерліктерін әрдайымда марапаттап, әрдайымда жас ұрпақтың бойына сіңіру үшін еңбектенуіміз керек. Бұл кісілер туралы деректі фильмдер мен кітаптар шығару, қала берді, мына мектептерде ашық сабақтар өткізу, бұл тәрбиенің ең үлгі аларлық бөлігі деп есептейміз. Сондықтан да мынау мәңгілік ел идеясында айтылады, қазақстандық патриотизм осындайдан бастау алатындығын баршамызға аян деп ойлаймын.